Қорытынды. Тәңіршілдік дүниетанымның басты талабы ұлттық құндылықты сақтап қалу және өркениетті ел болу үшін ислам дінінің элементтерінен арылу. Себебі, ислам дініне кірген қазақтар ұлттық мүддені қорғамайды, арабша амандасады, баласына арабтың батыр сахаба шейхтерінің аттарын қояды. Мұсылман болса болды деп кез келген ұлтты бөтен мұсылманға, арабқа, пуштунға, парсыға және де тағы басқаларға қызын күйеуге береді. Өйткені мұсылмандарда ұлт болмайды. Мұсылман қазақтардың арманы мешіттердің санын көбейту. Бұл ащы шындық. Ал тәңіршіл қазақтарда ұлттық салт дәстүрлерімізге жаттың бәріне қарсы иммунитет бар. Өйткені тәңіршілдік дүние танымдағы қазақтар үшін ұлттық мүдде бірінші орында тұрады. Оған дәлел қазақша амандасады, баласына қазақша ат қояды, қысылса жаратушы тәңірге сыйынады, аруақтан қолдау сұрайды. Ата-баба аруақтарын еске алады және құрметтейді. Қазақтың төл мейрамдарын тойлайды, қазақтың тарихын дәріптейді. Балабақша, мектеп, стадион, аурухана, диагностикалық орталық салайық дейді. Көбінесе дін жөнінде пікір-талас туындай қалса, мұсылман қазақтардың мұсылман емес, атеист, агностик және тәңіршіл қазақтарға сендер жаназаларыңды Құран оқымай қалай шығарасыңдар? Әруақтарға Құран бағыштағанда Фатиха, Иқлас сүрелерінің орнына не айтасыңдар деп жүрген соң жазған ой еді. Фатиха, Иқлас сүрелері тек Алланы, Мұхаммед пайғамбар мен оның сахабаларын мадақтау ғана. Сондықтан Құран бағыштаудың аруақтарға ешқандай қатысы жоқ. Дұрысы, Құран бағыштап оқу емес, қайтқан адамның аруағына және оның ұрпақтарына арнап бата оқылады. Егер ел аузындағы тарихқа үңілсек, кезінде қазақтарды ислам дінін қабылдауға мәжбүрлеген, кей жерлердегі қазақтарды алдап арбап кіргізген. Бірақ қазақтар ислам дінімен бірге тәңіршілдік сенім танымын тастамай қатар алып жүрген. Шындығында ислам діні араб еврейлердің мәдениетін және мифологиясын дәріптейді. Бұл ислам дінінің қазаққа жат дін екенін айғағы. Араб елдерінде діни білім алып келген жастардың көбісі теріс ағымдарға кіріп жатыр. Ислам дініндегі арабтар 73 тармаққа бөлініп бір-бірімен соғысуда және олардың бастары ешқашан біріккен емес. Ал біздің елімізде де мұсылмандар бірнеше ағымға бөлініп бір-бірінің мұсылмандығын теріске шығарып мойындамай жүр. Қазіргі кезде фиқх, ақида ілімінде жүргендер сопылықты уағыздайтын тасауф деп аталатын тәлімді қаралайтын болды. Әсіресе салафилер тобы сопылық мектебін тәлімін адасқанға шығаруда. Соның нәтижесінде олардың арасында бір-бірімен келіспеушіліктер көбейіп, өзара айтыс-тартысқа келіп жатыр. Сондықтан сопылық жолындағы мұсылмандардың алдында екі таңдау бар. Яғни сопылықтан толық исламға өту немесе сопылықтағы мұсылмандық элементтерден арылып толықтай тәңіршілдікке өту. Дұрысы, қазақ болған соң қазаққа жат ислам дінін арабтардың өздеріне қайтарып беріп, қазақтың ата салты және сенім танымы тәңіршілдікті ұстану. Біздің қазақ халқы ертеде шайқастарда жауға аруақ деп шапқанда, аруақтарды
жаратушы Тәңірге хабар жеткізу арқылы көмек беруге шақырған. Сонымен қатар аруаққа табыну және аруақты сыйлау арқылы жаратушы Тәңірдің көмегіне, қолдауына ие болу деп ұғынған. Түсінген адамға осы күнге дейінгі еліміздегі ұстанып жүрген қазақ ғұрыптарымыз, тәрбие салт дәстүрлеріміз, отау көтеру салт дәстүрлеріміз, отбасы дәстүрлеріміз, еңбек дәстүрлеріміз, наурыз дәстүрлеріміз түгелдей қазақтың тәңіршілдік дүниетанымы болып саналады. Сондықтан ұлттық кодымызды сақтап қалу үшін қазақты тәңіршілдіктен айыруға болмайды. Бүкіл қазақ ұлт және мемлекет ретінде тәуелсіздігін сақтап, өркениетті елдердің қатарына болу үшін өзінің ата салтына толы тәңіршілдік сенім танымынан ажырамауы керек. Баршаңызды Тәңір жарылқасын, ата-баба аруақтары қолдасын.